Арман деген сен ба? Иә, мен. Бастаймыз ба? Бастайық. Ең маңызды сұрақ, ажыраспағансың ба? Жоқ, бұрын ешқашан тұрмысқа шықпағам. Мен де үйленбегім ғой. Сен айына қанша теңге табасың? Мен осы сұрайтынын білдім. Сол үшін жарты жылға бүкіл картамдағы выпискалар шығарып бердім. Қара. Что-то аз ғой. Еще наличный 50 мың теңгем жатыр үйде. Удастарыңды берші. Не үшін? Сенің кредитный историяң ужас қой. Ертең саған ипотека бермейді ғой. Сенің атыңа асыламыз ғой. Маған да бермейді, менікі де бычыт болып жатыр. Если что, мен мама папамның история жақсы. Соның атына асыламыз. Жарайды. Өзіңнің денсаулығың қалай? Жақсы, міне менің бүкіл медсправкаларым. Бәрі күшті, анализдарың жақсы. Грижа? Иә, сол. Емдей алмай жүрмін ше. Проблема ма не? Ол вообще проблема емес қой. Нұрлап клиникасы бар емес пе? Нұрлап клиникасында грыжаны операциясы емдеу жүргізіледі. Науқастарға жеке таңдалған 5 түрлі емдеу курсы ұсынылады. ПРП терапия, УВЧ, магнит терапиясы, иглорефлексотерапия және лазерлік терапия. Барлық процедуралар тәжірибелі мамандардың бақылауымен өтеді. Сонымен қатар клиникада МРТ диагностикасы да бар. Жас соңына дейін емделу курсына 50 мың теңге жеңілдік. Мекен жайымыз Алматы қаласы, Рысқұлов 170А. Қойшын ба? Маған номерін берші, мен жазылайын. Так, маған барлығы ұнап тұр, саған ше? Маған да ұнап тұр. Айтпақшы, сен өзің айына қанша табасың? 150 мың теңге. 150 мың теңге? Ойбай, сен декретный аз шығайын деп тұр ғой. Мен бағана бір қызбен келіскем, ода декретный 5 миллион болайын деп тұр. Мен онда бір айналып келейін. Тоқта, маған қалың керек емес. Қойш, это жирный плюс. Ал тойымызды не істейміз сонда? Если честно, давай той жасамай қояйық. Мен де солай ойлаймын ғой. Мәссаған. Онда барлығы маған ұнап тұр. Онда бетек қазір дұрыстап отыр. Шипыр шай ішейікші, мен басым ауырып кетті. Одан кейін ЗАГСке барып екеуміз қидырайық. Давай кеттік. Давай. Ей бала, не отырсың? Үйдің бәрін жинап болды, шаңды барлығын сүрт. Дедім, аузымды жалайтсаға тұғандарға өткіз жіберем. Мама! Үніңді шығарма, ол стан даусын шығар, таяқ жейсің. Алло, Жан, қалайсың? Неме өтірік майысып тұрсың? Не өтірік күліп тұрсың? Деп күлуші едің ғой. Мен сол бүгін күні бойы үйге генеральный уборка жасап шаршап отырмын. Өтірік айтпа, үйді мен жинағам, жезде өтірік айтып жатыр. Мырза, менің қарным ашты, маған жас тонер заказ беріңізші, 1000 теңге тұрады. Маған да бір жас тонер. Келді, рахмет. Дәмді екен, Жан. Неге бөліспейсің? Мамаға айтам саған жігітіме сөйлесіп жатыр деп. Пока. Ей, сен бала, неге мен сөйлескен кезде мешак етесің? Қара, менде 30 мың теңге бар. Оған гүл алған дұрыс па? Немесе бір аптаға продукты алған дұрыс па үйге? Конечно же, гүл. Маған романтика керек. Сен дұрыс түсінбей тұрған сияқтысың. Ары қарай кеттік. Қарашы, мысалы, брендовый көйлек торговый центрда 50 мың теңге тұрады. Тура сондай көйлек базарда 5 мың теңге тұрады. Қайсысын алған дұрыс? Конечно же, брендовый базардық онша емес қой. Онда неге мынаны бір рет қана киесің сен? Енді мен Инстаграмға бір рет салып тастасам, оның барлығы көріп тұрады ғой, екінші рет кие алмаймын. Қара, сен тісіңді жуып жатсың. Кранды өстіп өшіріп қойған дұрыс па? Әлде суды ағызып, счетчикті айландырып, ақшаны ауаға құртып, суды ауаға құртып, табиғатты ластаған дұрыс па? Маған қосып жуған комфортно. Сен экономдау деген кішкене дұрыс түсінбей тұрған сияқтысың. Мына өте маңызды. Үйде тамақ істеген арзан. Сырттан доставкамен тамақ заказ берген қымбат. Қалай тұр? Жан, мен жас тонер бердім бізге. Доставкамен тамақ алдырдың ба? Мен саған не үйретіп жатырмын? Жан, жас тонердің бағасы 1000 теңге ма, жек көрші. Шынымен 1000 теңге ма? Хорошо, жас тонерді заказ беру тиімді екен. Ары қарай кеттік. Қара, метро мен автобус 120 теңге тұрады. Такси 3000 теңге тұрады кем дегенде. Кейде мыналармен тезірек жетесің. Қайсысы дұрыс деп ойлайсың? Конечно же, таксимен. Сен вообще түсінбей тұрсың ғой. Мына түрімізбен біз қалай экономдаймыз, айтшы. Жан, мен қалай экономдау керек екенін білем. Саған просто көбірек ақша табу керек. Бүгін сондай ужасный күн болды. Не болды? Джакузиім істемей қалды үйдегі. Обычный бассейнға түсуге тура келді. Еще домработница да бүгін выходной. Менің сүйікті стейктарым дайындаған жоқ. Қарным ашып тұр менің. Ой, қойшы, сен жыламашы, сен бай мажориксің ғой. Менің өмірім оңай ма? Мен всегда осылай бай болды деп ойлайсың ба? Мен бала кезінде семечки продавал на улице. 1 сағат саттым, ешкім алмады. Потом папа маған семечки завод сатып алып берді. Бірақ 1 сағат қиналдым мен. Всегда бізде ақша көп болды деп ойлайсың ба? Айына папам даже 1 миллион доллар таппайтын кезі де болған. Жарайды, қойшы, тамақ ішейікші. Мә саған жас тонер соңғы кезде осыны ғана жеп жүрмін. Қанша тұрады деп ойлайсың? Күшті ғой мынау. Қанша тұрады? 1000. $1000? Капец арзан тұрады екен. Теңге. 1000 теңге?
вообще супер ғой онда. Менің водителем ғой. Пробкада тұрмасын деп ведолетпен келген ғой. Ну пока. Увидимся. Пап мен точно өлтіреді. Қанша бал алдың? 40. 140 бал алдым. Молодец, балам. Мен саған көрімдік. Керек емес еді ғой. Алла, Сәбит. Қорадағы біздің 3 қойымыз бар, сол үшеуін де сой. Жоқ, папа, керек емес. Тосын бар ғой. Ауылдастарға айт, біздің үйге келсін. Той жасаймыз. Баламыз 140 бал алды. Қонақтар ауыз тиіңдер. Балам берген. Ал қонақтар, бүгін біздің үйде қуаныш, біздің ұлымыз үмітімізді ақтап, ендідан 140 бал алды. 11 жыл бойы осыны оқытамыз деп базарда грузчик болдым, құрылыста істедім. Өзім Жигулик сатып, ұлым, сен 140 бал алды деп, саған машина алдым. Жоқ, папа, қажет емес, не үшін өйтіп алып жатсыңдар? Сосын сен 140 бал алды деп, ауылдағы малдың бәрін сатамыз. Үйді сатамыз да саған қаладан новый үй алып. Той, папа, өт алған жоқпын мен, құлап қалдым ентідан. 40 бал алдым мен. Проходойды алған жоқпын даже. Үміттеріңізді ақтаған жоқпын. Жарайды өтпесең ентідан. Ентімен өмір біткен жоқ қой. Ақмарал академиясы бар емес пе? Ол жерде ешқандай ұбытыссыз, IELTS Түркияның кез келген университетіне, кез келген мамандыққа оқуға түсіріп береді. Құжаттарын дайындап береді. Аэропорттан күтіп алады. Жатақханаға орналастырады. Кураторлар всегда 24/7 на связи болады. Құрдастарыңнан қалмай 1 сентябрьдан бастап оқуды бастап кетесің. Толығырақ білу үшін мына Instagram парақшаға жаз балам. Қорқпа, Турцияда оқисың. Рахмет, папа. Бірақ оған дейін сен бала плотта таяқ жейсің. 40 бал берелі әкейін басы. Баламыз сандап жатыр. Ой, алма тағы немереміз қаратып қояды. Өші блокқа тығып тастап ше. Неге алмай жатыр? Домофоннан звондап жатыр. Мама, папа, Айгенге қарап бересіздер ме? Алма, үйде жоқ деп ойлап қалсын. Үйде жоқ па? Мама, папа. Үйде ешкім жоқ па? Менде кілт бар, давай өзім ашайын. Қайда кетіп қалған? Свет жанып тұр ғой, бірақ. Мама, папа, қайдасыздар? Қайдасыздар? Мама? Папа? Апа, Ой, Айню, қалайсың? ата, Қалайсыңдар? Мама, папа, не ап тығылып жүрсіздер бізден? Бүгін айынға қарай тұра аласыздар ма? Біз тойға бар келсек. Тағы ма? Күнде бала қарап кеттік қой өзі. Бізді тегін няня қылып алдыңдар ма? Не істедіңдер өзі, а? Бірақ сіздер немелеріңізге қараған жақсы көресіздер ғой? Әрине жақсы көреміз, бірақ күнде емес қой енді. Соны айтамын, өмір бақи сендерді бақтық. Әбден өстау дегенде балаларыңды әкеп тұрсыңдар енді. Бізде сонда өзімізде өмір жоқ па? Бізде де бос уақыт, бізде де личный пространство деген болу керек. Мам, папа, сіздер болмасаңыздар кім қарап береді енді? Біз қайда тастаймыз баламызды? Ой, балабақшаға берсеңдерші. Біз күшті сенімді балабақша таптық. Күшті, элитный, академ бала деп аталады. Академ бала бұл 1 мен 6 жас аралығындағы балалар толық күнге қабылдайтын балабақша. 5 мезгіл нутрициологпен бекітілген тамақ ішеді, мектепке дайындық тобы бар. Бала жасына сай нейро бағыттағы дамыту программалары да бар. Мейірімді, гуманды педагогиканы ұстанатын тәрбиешілері бар. Онлайн бейне бақылау жүйесі де жұмыс істеп тұр, развозкасы да бар. Оның үстіне неше түрлі үйірмелер бар. Таеквондо, ағылшын тілі, бассейн, футбол, логопед, нейрофитнес, тұзды шахта, эрготерапия, логаритмика, логопед барлығы бар ішінде. Еще қазір оларда тегін пробный күнде жазылуға болады екен. Толық ақпарат олардың Instagram парақшаларына өтіп аласың. Болды онда, қызымызды сол жаққа берейік. Иә, қызым. Тоқта, немеремізді бір иіскей олай, потом апарасыңдар академ балаға. Сәлем, сұлу қыз. Суретте түрің мүлден басқа ғой. Ол бұрын 5 жыл бұрын соғыста салынған сурет қой. Қазір кішкене әбіржіп кетіпсіз. Ал сен жұрт айтқаннан да әдемі екенсің. Кеттік па? Өзің айында қанша табасың? Шүкір, айына 10 жылқы, 5 сиыр, 20 қой табам. Маған кем дегенде айына 100 жылқы табатын жігіт керек. Талабының зорына мынаның. Қараш қалай шықты? Мә, қалай салғасын, дұрыстап салшы. Қой шей болды, мен суретші емеспін ғой, батырмын ғой мен. Сен өзің қай жылғы боласың? 1799. Бірақ жас көрінеді екенсің. Бұл жердің тамақтары қандай дәмді? Мә, қымыз іш. Мына абадан алашын тамақтар керемет. Біз батырлармен соғыстан кейін ылғи осы жерге тамақ ішеміз ғой. Бұл жерді не үшін абадан деп атаған? Абадан деген ең мықты көш бастайтын қасқырларды айтады ғой. Мен сияқты. Өзіңізге көп алады екенсіз. Айтпақшы, киіз үй өзіңіздікі ме әлде жалға алып тұрасыз ба? Әрине өзімдікі.
ошол бір соғысқа барсам тағы да бір киіз үй аламын бұйыртса. Мә, дәмді болды. Айтпақшы, сен өзің нешедесің? А, мен ба? 17-темін. 17? Елдер 13-те отау иесі болып жүр ғой. Демек сен бірдеңең дұрыс емес. Шал! Ай, мен де кәрі қасқыр болыппын ғой, бүгін таңға қымыз ішем, әке. Саған қандай қыздар ұнайды? Маған мамам сияқты заботливая қыздар ұнайды. Мамаң сияқты? Иә. Мама десең, мама сияқты болам. Оу, не істеп кеттің сен? Қане аузыңды аша қой, самолетик. Опа, жан аузың көн өзіңнің. Сен негізі мен дұрыс түсінбей қалдың. Ойбай балам, дала суып кетті ғой. Мынаны тауып ал. Не істеп алсың? Дала 30 градус ыстық қой. Әне айттым, ауырып қалдың. Қайтып ауырмапсың. Жүр балам, мен сені күшті жерге апарам. Кеттік. Біз қайда келдік? Жүр, саған полный новый киім аламыз. Осы жерде сұмдық скидкалар болып жатыр. Барлық ерлер мен әйелдер киімі 2900-ақ теңге. Еще барлық балалардың киімі 1400-ақ теңге. Ересектердің аяқ киімі 4900-ақ теңге. Не қарап тұрсың? Ал! Балалардың аяқ киімі 2900-ақ теңге. Мәнан кеш қараш күшті. Но маған үлкен ғой. На вырос. Бұл бағалар осы айдың соңына дейін ғана болады. Бұл точка жабылғалы жатыр, так что үйге қалуымыз керек. Бұл жер S Outlet деп аталады. Адресі Барахолкадағы Адем 3-те. Айтпақшы, ертең үйленгеннен кейін тортты маған. Ай, тоқташы. Маған ондай қыздар ұнамайды екен. Өзің айтты ғой маған сияқты қыздар ұнайды деп. Кешір, мен кеттім. Балам, тоқта. Сәлем бердік ене. Әй келін, таңғы 7-те тұрудың қажеті жоқ. Мен саған қанша рет айтам. Бар ұйықта. Как минимум түске дейін ұйықтайтын бол. Келін, мына түрің әбіржіп не болып кеткен? Апармайсыз ба мына қызды салонға? Маникюр, педикюрін бәрін жасатып, шашыңды прическалап үйде әдемі болып жүр. Әй, не үшін ыдыстарды қолыңмен жуып жатсың? Жолама оған. Мен не үшін посудомоечный машина алдым, а? Ендігі әрі посудомоечный машинамен ғана жуатын бол. Жолама ыдысқа. Мама, мен бүгін зарплата алдым, барлығын сізге берейін деп отырмын. Керек емес ақшаң. Тарт. Барып өзіңнің әйеліңе берсеңші. Келінге бер, шопинг жасап, бір косметика киім алсын. Әй келін, аны қара. Дайынның раковинамен ваннаға алған универсальный средствосын алдым. Bir қосы бір акция болып жатыр екен. Отандық өнім, сапасы күшті, кір мен дақты сразу кетіреді. Жақсы шашылады, иісі өте жағымды. Тура парфюм сияқты. Жақсы мама, енді осымен жуатын боламын. Үй бұл саған емес, саған айтам. Кешке дейін жатқанша мән анауда бар үйдің бәрін жылтыратшы. Мән заттарың. Мама, не істеп жатсыз? Бөлек шығындар сөз, қашанғы бірге тұрамыз. Қайда барамыз біз? Недовый месяц жасайсыңдар ма? Бали, Мальдивқа ма ақшасын салып жерем. Бар